Мұндай оқиға орындарына Айбек бармайды. Айбектің өз ортасы, өз тақырыбы бар. Президентпен бірге жер шарын шарлап, сабырлы стендаптармен, мағыналы мәтіндермен көрерменді қарық қылып жүр. Форум аясында бұдан өзге тағы бірнеше маңызды құжатқа қол қойылды. Оның басым бөлігі шекаралас аймақтардың өзара алыс-берісін арттырып, әріптестікті нығайта түсуге бағытталған. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында да бірлескен кәсіпорын құруға қатысты келісімдер бекітілді. Ал келесі 13-ші форум көліктік логистика мәселесіне арналып Астанада өтетін болды. Айбек Құрмет, Дәурен Зарипов, Қазақстанның бірінші арнасы, Ресейдің Сочи қаласынан. 88-ші жылы туылған Айбектің 88 қыры бар. Біз бірақ бүгін теріп-теріп 8 қырына тоқталамыз. Негізі біздің Айбек жақсы адам. Ішпейді, шекпейді, сөзде артық кетпейді, спортпен де дос емес. Өйткені оның қолы бос емес, енді тіпті басы да бос емес. Аспайды, саспайды, теріс қадам баспайды. Қанша жұмыс берсең де орындаудан қашпайды. Досқа адал, жауға қатал, рухы биік, Гүлжайнаны сүйіп, бойдақтығын қиып, үйленді әйтеуір, достарын жиып. Үйлену оңай, кім айтты саған, қалай болғаны мәлім қоймаған. Болсаң да қашып, болдың сен ғашық, сыйлықты шашып, көргенше асып, жұмыстан қашып, жеттің ғой әйтеуір, ақырын басып. Жанына серік, иманы берік, әзілге ренжіп, қумайды желік. Мен сияқты көп ұзамай қыдырыстан қалып отыруды тілеймін, баланы бағып, ұлдарың болсын, алып, қыздарың келсін інжіл тағып. Айбек қателеспейді, ол тек бір рет қана қателік жіберді. Геннадий Головкинді ренжітіп алды. Айбек братан, ұзату күн менімен ақылдаспай қоя салыпты. Дәл менің лемеймен жекпе-жегім болатын күні қойыпты да. Тойдан қалып бойыма нерв шетіп, психовать етіп, 8-ші раундта қаттыр жіберіппін. Негізі 12-ші раундқа жеткізем деген ғой продюсерлерге. Негізі мен жеңіп кететінен, просто Айбектің тойына алдын ала жасап қойған прическамның құртылып қалама деп басымды алып қашым болдым. Бірақ прическам дал шықты да. Ладно, бас аман болсын, прическам жөнге келер. Главное, 2 жас бақытты болсын. Осы жеңісімді Айбек пен Гүлжайнаға арнаймын. Бақытты болыңдар.